Сәлем оқырман. Диана мен Сұлтанның ара қатынастары қалай болып жатыр? Сұлтан әдеттегідей ешқандай сторис жарияламайды. Ал Диана болса сәл-сәл не болып жатқанын көрсетіп жүр енді. Енді көптің сұрауы бар дегендей, Сұлтан үйленген бе, балалары бар ма? Ол сұраққа Диана бүгін жауабын толықтай айтқан болатын. Осыдан кейін енді мынандай сұрақ туындамайды деп ойлаймын, көрейік. Айтпақшы айта салайыншы, қанша адам Сұлтан үйленген, бала шағасы бар деп ойлап жүр. Негізі жоқ. Кезінде мен бір қалжың әзіл сторис түсіргем. Жасұлан деген біздің әріптесіміз болды, редактор. Сол Жасұланның баласын Қасымхан ұстап жүрді де, мен бұл Сұлтанның баласы, екеуі бар, үйленген деп өтірік түсіре салған мен. Қазір сол өз сторисім өзіме қарсы шығып жатыр ғой, сен Сұлтанды жанұясынан алып кеттің, тағысын тағы жоқ, қыздар, жігіттер, ханымдар мен мырзалар, қазақстандықтар. Ол үйленбеген. Баласы жоқ, иншалла. Әлі де Америкада болған суреттерін жүктеуде. Әдемі видеолар, естеліктері қалған екен. Ал тойлары қашан болады, оны әлі жариялаған жоқ. Ақ көйлек кигенін көрсеткен еді. Қалай екен, Диана үйлесе ме? Және көптеген жақсы сөздер болса, негатив болмайды деп кім айтты? Соған бір пост қалдырды, Диана, оқып көрейік. Кеше біреу жазғандай, 30-да ұзатылсақ та, 45-те кетсеңіздер де бақытты болыңыздар. Тұрмыс құруда дұрыс уақыт жоқ. Шығар сірә. Болса, біздер не істедік? Біреуге ерте келеді, біреуге кеш. Сол келген бақ баянды болсын. Асығып, аптығып жүгірудің де қажеті шамалы. Мысалы, мен күтпеген жерден осы ара қатынасымды бастады, сенесіздер ме? Ойымда түк жоқ. Сол сияқты бақыт кімді, қашан, қалай табатыны біздің бақылдаудағы дүние емес. Қыз қызға жанашыр. Асылында әр аяулы жанның шын бақытты болуын тілеймін, деді Диана. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Шай ішіп болдыңыздар ма? Енді менде шай емес, мен кипяток ішем, шай ішпеймін. Шайдың дәмін ұмытты ғой, алдында бір рет кофе ішем деп, мне так стало плохо. Мен енді біраз ішпей жүргем ғой, енді кофе точно ішпеймін дедім ғой. Кәдімгідей, руки-ноги ватные, бір тахикардия басталып кетті, шошып кеттім. Кофе шай ішпейміз, бірақ зато фреш. Бұрындар ішпейтін, өйткені рефлюкстан ол кезде қатты қоздырып жібереді деп айтты да, ал қазір организмді үйреттім. Аллаға шүкір, сансыз шүкір, көз тиіп кетпесін, машалла. Посылка келді, негізі посылканы көрсету керек болған бүгін сіздерге, бірақ ертең шығар, бүгін ерініп отырмын.